Шаһардың жаңа басшысы жастармен жүздесті. Басқосуда белсенділер көкейде жүрген сауалдарын қойып, басқосу ашық әңгіме еркін пікір алаңына айналды. Тараз қалалық жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен өткен кездесуге аймақтағы оқу орындарының студенттері келген. Биыл жастар жылы деп жарияланғаны белгілі. Бүгінде елімізде жастарды қолдауға арналған бірқатар мемлекеттік бағдарламалар қолға алынды. Олардың бос уақытын тиімді пайдалануларына жағдай жасалып отыр. Қала әкімі Айтқазы Қарабалаев бұл тұрғыда ел өрендеріне жұмыс істеймін, өз ісімді ашамын деген адамға мүмкіндіктер мол екендігін айтты. Тек білек сыбанап істің көзін тапсаң болғаны. Бұдан бөлек шаһар басшысы жастар тәрбиесі қоғамдағы өзекті жайттарға қатысты тағылымды дүниелерге айрықша тоқталды. Белсенділердің әр сауалына қала мен облыстағы оң бастамалар мен игі істерді де тілге тиек ете отырып жауап берді. Еркін форматта өткен кездесуде біраз мәселе талқыланды. Біздің болашақ бағдарламасы бойынша елбасының алғашқы оқып келген шетелде оқып келген біздің азаматтарымыз қазір әрқайсысы әр салада жоғары лауазымда қызмет көрсетіп, өздерінің алған тәжірибелерінің бәрін өзіміздің елімізде, Қазақстанымызда көрсетіп жатқан білесіздер. Сол сияқты сіздердің араларыңызда да жақсы дәріс алып жүрген, ары қарай өздеріңіздің де сол барлық істеріңізді, қимылдарыңызды осыған салып деген ойдамыз шын айтқанда.